Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Басыңыз ауырып, мұрныңыз бітеле ме? Гайморитке ем іздеп жүрсіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен қызықты, пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Гайморит мұрын қуысының қабынуынан болатын қауіпті сырқат. Гаймориттің менингитке әкелетін қаупі бар болғандықтан, өз бетінше емделмей, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгінген абзал. Гаймориттің пайда болу себептері: суық тию нәтижесінде мұрынның ұзақ уақыт бітелуі, вирустар, вирус жұқпасынан болған гайморит қалыпты ЖРВИ сияқты өтеді, аса емделуді қажет етпейді және көп жағдайда өздігінен жазылады. Бактериялар: мұрын қуысының бактериялы жұқпасынан болған гайморит әлдеқайда қауіпті, себебі кеңсірікке көп мөлшерде ірің жиналып, тыныс алу жолдарын бітейді. Соның салдарынан вирустар әлсіреген басқа дене мүшелеріне әсер етеді. Дер кезінде емделмеген тіс шегісі, кариес те гайморитке әкеліп соқтырады. Ауру қабынған қан тамырларының әсерінен де болуы мүмкін. Инфекциялар: қан арқылы ағзаға түскен инфекциядан гайморит пайда болуы мүмкін. Бұл көбінесе балаларда кездеседі. Аллергендер: аллергиядан болған гайморит аса ұзақ уақытқа созылып, науқастың дұрыс тыныс алуына кедергі келтіреді. Дәрігерлердің айтуынша, бұл дертпен адамдар көбінесе суық мезгілде ауырады. Яғни қыс және көктем күзде гайморитпен сырқаттанудың қаупі жоғары. Әсіресе жеңіл киініп денсаулығына немқұрайлы қарайтындар ауруға тез шалдығады. Сондықтан гаймориттің алғашқы симптомдарын байқаған соң бірден лор дәрігерге көріну керек. Гаймориттің белгілері: ұзақ уақытқа созылған мұрын ауруы және бітелуі, көздің жасаурауы, басы төмен еңкейткенде маңдай тұсының солқылдап ауруы, дене қызуының 38 градусқа дейін көтерілуі, кейде созылмалы гайморит кезінде дене температурасы қалыпты болады. Әлсіздік пен тез шаршау: мұрын қуысының үнемі бітіп тұруы салдарынан оттегі жетіспеушілігі себепті жағымсыз сезімдер пайда болады. Тәбет төмендеп, көңіл-күй нашарлайды. Мұрыннан сары-жасыл түсті сұйықтықтың көп мөлшерде бөлінуі, бет сүйегінің ауруы сезімі. Бұл әсіресе қабынған жақ тұсынан байқалады. Кейде осы негізгі белгілерге ауыздан жағымсыз иіс шығуы, тіс пен құлақ ауруы қосылады. Дәрігерлердің айтуынша, гайморит тұқым қуалайтын ауру. Мұрын қуыстарының анатомиялық орналасуы ген арқылы беріледі. Демек, ата-ананың бірі бұл сырқатпен ауырса, балаға да берілуі мүмкін. Мұндай жандар гаймориттен сақтану жолдарын қатаң есте ұстау керек. Олар: салқын тигізбеу, тұмау ауруының кез келген белгісі байқалса, емдеу және салауатты өмір салтын ұстанып, иммунитетті ұдайы нығайту. Гайморитпен ауырғанда ағзаға физикалық күш түсіруге болмайды және физиоемнен соң суыққа бірден шығуға тыйым салынады. Гайморитті үй жағдайында емдеу жолдары: лимонды шырынмен мұрын қуысын жуу. Бір тал лимонды бір стакан қайнаған суға қосып, шприцтің көмегімен кезек-кезек танау қуысына жіберу керек. Судың температурасы қанжылым болуы шарт. Картопты қабығымен қайнатып, суын төгіп тастап, басыңызды бүркеп, картоп буымен тыныстаңыз. Барынша мұрынмен демалған жөн. Ескере кететін жайт: бұл қатты ыстық болмауы тиіс. Оншақты лавр жапырағын қайнатып, үстіне бір ас қасық ас содасын және осы мөлшерде ас тұзын қосып, жылы күйде мұрын қуысын жууға болады. Ескеретін жайт: мұрын қуысын жуған соң далаға шығуға болмайды. Бір шай қасық глицеринді 4 шай қасық сумен араластырып, үстіне 10 тал мумия таблеткасын ұнтақтап қосасыз. Жақсылап араластырып, күн сайын 3 мезгіл мұрын қуысына тамызу керек. Емдеу курсы 3 апта. 5 күн үзіліс жасап, қайталау қажет. Табиғи таза балды зәйтүн майымен тең мөлшерде алып жақсылап араластырып, шалқаңыздан жатқан бойда әр танау қуысына 3-4 тамшыдан тамызу керек. Бұл емнен соң барынша 2 сағаттай далаға шықпаған абзал. Егер температура жоғары болмаса, таза ауамен демалып серуендеу де ем. Бүгінгі видеом осымен аяқталды. Видеоны лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.